Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осында медовик тортын жасаймыз. Оқтаудың көмегі қажет емес. Өте тез дайындалады. 30 минутта дайындап тастайсыздар. Алдымен майымызды және медімізді барлығын отқа осылай қоямыз. Майымыз ергенге дейін. Осылай майымыз ергеннен кейін ас содасын саламыз, 1 шай қасық. Содан кейін 2 есе масса шығады. Араластырып тұру керек. Сол кезде осындай карамельный свет шыққан кезінде отымызды басамыз, өшіріп тастаймыз. Осымен осы карамельный түсіміз медіміз бен қантымыз дайын тұрады. Суып, 6 жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, 2-3 есе масса шыққанға дейін миксерлеп аламыз. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Күнделікті оңай, әрі тез дайындалатын, бір жасағаннан шығатын видео рецепттармен бөлісіп отыратын боламын. Миксерлеп болғаннан кейін ұнымызды салып, оларды да барлығын қоюланғанға дейін миксерлеп аламыз. Медіміз бен сармайымызды осылай қоңыр түсті әдемі свет болады. Соның үстіне саламыз. Қамырымыздың үстіне салып, осындай сұйықтау тесто шығады. Мен 4 бұрышты формаға жасадым. Сіздер қалаған формаңыздарды жасай берсеңіздер болады. Осылай болып шықты. 2-3 минутта пісіп шығады. Мен 180 градуста емес, 200 градуста пісірдім. Сіздер өз пештеріңізге қарай пісірсеңіздер болады. Креміне қаймақ пен сахарный пудраны араластырып жақтым. Өте дәмді шықты. Заварной крем қолдансаңыздар да болады. Осымен креміміз дайын. Тестамыз осылай жыртылмайды, күшті болып шығады, жұқалау, әдемі болып. Содан кейін қаймағымызды жағып, барлығына жағып шығамыз. Осымен тортымыз дайын. 1 түнге қойсаңыздар болады. Мен 1 түнге қойдым. 8 сағаттан кем болмау керек. Сол кезде пропитация етіп, дәмі өте керемет болып шығады. Осылай келесі күні қонақтарға қойдым. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Және де лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын.